Қайырлы күн шеберлер. Алдыңғы ең бірінші шолуда пух норки жібі туралы мен сіздерді әртүрлі этикеткалармен таныстырдым. Енді мына тоққан шапка, сол этикеткалардан тоққан шапкалармен таныстырып кетсем деймін. Ең бірінші тоққаным менің мынау золотой этикеткадан, мынандай ақ норкасы бар, норочкасы бар этикеткадан тоққан шапкам. Бұл ақ пен сүрт қосып, осындай пайеткалар комбинировать еттім. Екі негізгі және екі қосымша жіптен. Осындай жеп жеңіл, жұқа болса да жеңіл, жылы шапка шықты. Өте жеңіл, бірақ моток кетеді, егер екеуін қосқан кезде. Басқа ешқандай қылшықтары қадалмайды, жұмсақ, даже кішкене балаларға да тоқса болады. Енді түбіті ауыздарына, мұрындарына кіріп кетеді демесеңіздер, тоққа болады, ішіне подкалат салып. Біздің мына оңтүстіктің қыстарына әдемі. Осы ақ пен сұр тұстары осы этикетканы өте жақсы шығады түбіті. Мен қазір сіздерге сәлден кейін фиолетовый түсін көрсетем. Фиолетовый түсте ондай емес, тықырлау болады. Енді келесі мынау екі қабат шапка. Мен сіздерге негізі стористерін бақылап жүрсеңіздер көрсеткем. Екі қабат, бұл мына бобинныйдан тоқылды, осындайдан. Аппақ емес, молочный болды цвет, сливочный дейма. Бұрқырап тұр, бұл да көріп тұрсыздар. Бұған мен қосымша жіпті мынау ақтан қалғаннан қостым. Бұның өзінің қосымша жіп болмайды дедім, кеше айттым. Және мына жерде подкладқа осындай бахтер бар, жартылай меринос бар, соларды қостым. Бұл шапканы аяздарға киюге болады. Түбіті қатты шығып тұр, бұрқырап тұр. Әдемі, жұмсақ, бұл да ешқандай қылшықтар қадалмайды. Керемет, қазір бәрінің қылшықтар тұр бұл жерде. Және ең соңғы тоққаным мына синяя этикетка деген. Бұған мен ақ подкладта бахтер жібінен қостым. Кішкене тоқтау болсын деп мынандай резинка қостым. Енді бұның не ерекшелігі бар? Бұл алдыңғы екеуіне қарағанда қылшықтары көбірек екен. Түбіті қатты шығады, қылшықтары көбірек. Және кішкене тоққан кезде төгілді. Соны айтып қояйын деп едім. Егер де таңдағыларыңыз келсе, осы менің айтуыма қарап, шолуыма қарап, кішкене нәтиже қорытынды шығарсаңыздар болады. Негізі қосымша тағы бір жіп қосылды бұған. Өзінің де қосымша жіптері бар. Екі негізгі, екі қосымша, плюс тағы да бір бахтер. Енді бұны да жылы қысқа, кешке де, күндізге де киюге болады. Сондай шапка шықты бұдан. Бұрқырап тұр бұнда. Бірақ қылшықтар кішкене мен басыма кигенде маған білінді. Және кішкене ұшты түбіті. Енді мынау золотой этикетканың, ақтары ұшып жүр. Золотой этикетканың фиолетовый түсін қараңыздар. Кеше мен несін көрсеткем сіздерге. Изумрудный түсін мынандай шықпай тұрған. Енді жуып болғаннан кейін қандай болды? Мына шапканы мен әлі аяқтаған жоқпын. Тігетін жерлері бар. Мына біреулердің бәрі ішке кіреді бұл. Бұған мен таза 100% мериностан қостым. Бір тал тағы да. Өзім осыларды қосқан ұнатам. Бір тал қостым таза мериностан. Кішкене жіңішке ғой бұл жіптер. Тоқтау болсын деп. Енді қараңыздар бұл жерде. Бұның ана ақтарға қарағанда түбіті қатты бұрқырап шығып тұрған жоқ. Тықырлау. Бірақ мына түстерінің бәрі маған ұнап тұр, үйлесіп тұр. Және өте жұмсақ, басқа киген кезде өте жағымды, ешқандай қылшықтары білінбейді. Және бұған қосып, мойынға снуд тоқуға болады деп ойлаймын. Өте керемет, маған түсі ұнап тұр. Егер комплекті қып снудпен тоқсаңыз, кез келген қыздарға ұнайды деп ойлаймын. Камерама толық сыймай тұрған сияқты. Осы шапкаларым қолымда тұрған кезде сіздермен бөлісіп қойғым келді. Комментарий жазып, егерде сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, және каналыма жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Ұнаса лайк басып қойыңыздар.